Қазақстан GPT чатының өзінің аналогын іске қосады. Ол желтоқсан айында жұмыс істей бастауы мүмкін. Бұл туралы цифрлық даму министрі Жасұлан Мәдиев айтты. Астанада өткен брифингте Мәдиев жобада қазақ тілі корпусын құру бар екенін түсіндірді. Жасанды интеллектке хабарласып, сұрақ қойғаннан кейін сұрауға шамамен жауап беру уақыты 15 күнді құрайды. Күзде Қазақстанда атом электр станцияларына қатысты референдум өтеді. Елімізде атом энергетикасын дамыту үшін үлкен мүмкіндіктер бар. Бұл мәселе бойынша түпкілікті шешімді биылғы жылдың күзінде үкімет қабылдайды күні деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Ал Германияның Конрад Аденауэр қоры Демоскоп компаниясымен бірлесіп, елімізде сауалнама ұйымдастырды. Оның қорытындысы бойынша респонденттердің 23% Росатомның атом электр станцияларын салуын қолдаса, кореялық компания 19%, қытайлықтар 7,2%. Француздар бар болғаны 4,5% қолдады. Қазақстан семсерлесуден қола жүлдегер атанды. Семсерлесуден Қазақстан құрамасы Кувейтте өткен Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды деп хабарлайды Казфейс.kz қырнокқа сілтеме жасап. Қазақстандық спортшылар жартылай финалда Ираннан ұтылып, Өзбекстан Жапониядан өтті. Алматыда Сеулдің сүйкімділігі көрмесінің ашылуы өтті. Көрме 2024 жылдың 20 тамызына дейін жалғасады. Мұндай көрме Қазақстанда алғаш рет өткізіліп отыр. Көрмеде Оңтүстік Кореяның тарихы мен мәдениетін көрсететін 100-ден астам экспонат қойылған. Олардың ішінде дәстүрлі киімдер, тұрмыстық заттар, кітаптар мен Сеул мұражайының қорындағы тарихи құжаттар бар. Үшінші, 4 шілдеде Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Еуразия құрлығының әр түкпірінен 10 мыңға жуық шетелдік делегация келеді деп күтілуде. Шанхай ынтымақтастық ұйымының отырысы көп жақты диалогты нығайту, тұрақты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу тақырыбында өтеді. Моңғолия, Әзірбайжан, Катар, Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия және Түркменстан елдері қатысады. Қазақстанның бастамасымен 2024 жыл Шанхай ынтымақтастық ұйымында экология жылы болып жарияланды. Сондықтан экологиялық мәселелерді шешу жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ отырыста Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2035 жылға дейінгі даму стратегиясы бекітіледі. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Дэвид Кэмеронды жалған ақпарат таратты деп айыптады. Нұртілеу Кэмеронға Астана үшін жанын беріп жатқан украиндықтар туралы айтқан жоқ деді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров сәрсенбіде 26 маусымда. Ондай әңгіме болған жоқ. Британдық министр жалған ақпарат үшін толық жауапкершілікте деді Смадияров. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің басшысы Дэвид Кэмеронның пранкерлер Владимир Кузнецов пен Алексей Столяровпен болған әңгімесіне осылай түсіндірді. Олармен әңгімелесу барысында Ұлыбританияның сыртқы істер министрі украиндықтардың Қазақстанға қатысты құрбандық рөлі туралы айтқан Нұртілеудің жалған мәлімдемелерін атап өтті. Джулиан Ассанж қамаудан босатылды. Лондонның жоғарғы соты Wikileaks сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанжды бостандыққа шығарды. Қамаудан босатылу үшін Ассанж американдық билікпен алдын ала мәмілеге келуге келісті. Ассанж өзіне тағылған 18 айыптың біріне кінәлі екенін мойындап босатылды. 2014 жылы Джулиан Ассанж Қазақстан журналистер одағының журналистикалық зерттеу номинациясы бойынша сыйлығын жеңіп алды. Диплом мен сыйлықтың ақшалай бөлігі Ассанжға сәлемдеме арқылы Лондондағы Эквадор елшілігіне жіберілді. Ол 2 жыл бойы тергеуден жасырды. Газа секторында мектеп өртенді. Ішінде балалар болды. Израильдің соққылары зорлық-зомбылықтан қашқан отбасылар үшін баспанаға айналған Абдул Фаттах Хамуд мектебін нысанаға алды. Әлеуметтік желілердегі наразылық толқынынан кейін видеоны кейбір еуропалық бақтарда жариялады.
Алдын ала мәлімет бойынша 4-тен 17-ге дейін бала және 3-тен 24-ге дейін ересек адам күйіп қалды. Ливандағы соғыс кез келген сәтте басталуы мүмкін. Израиль 5-8 сағат ішінде Ливанға қарсы әскери операцияны бастауы мүмкін дейді ақпарат көздері. Тараптар бір-бірінің шарттарына келісе алмайды, ал әңгіме тек делдалдар арқылы өтеді. Бұл ақш пен Франция енді Вашингтон еврей мемлекетін соғыс қимылдарын бастаудан тайдыруға тырысуда. Израильдің Цахал армиясы аумаққа шабуыл жасау жоспарын бекітті. Таяу шығыс бойынша сарапшы Александр Каргин Израильдің Ливанда соғыс қимылдарын бастауы ықтимал деп санайды. Өз кезегінде, қазір көбісі Израильдің стратегиялық маңызды қондырғыларының нақты координаттарын көрсететін бейнероликті жақында жариялаған Хизболла мен ықтимал соғыстан қашып, Израильден кетіп жатыр. БРИКС пен Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері 23 маусымда Дағыстандағы лаңкестік әрекетке жауап берді. Елдер қолдау көрсетуге дайын екендіктерін білдіріп, зардап шеккендерге көңіл айтты. Естеріңізге сала кетейік, Махачкала мен Дербентте полиция бекетіне, синагогаға және 2 шіркеуге шабуыл жасалды. Республикада тергеу басталып, 3 күндік қаралы күн жарияланды. Мәскеуде Примаков оқулары халықаралық ғылыми сараптамалық форумы аяқталды. 2 күн бойы мамандар сан алуан тақырыптарды талқылады. Жаһандық қауіпсіздік мәселелері көтерілді. БРИКС-тің жаңа әлемдік архитектурадағы рөлі, Еуразиялық кеңістіктегі өзара әрекеттесу векторлары, қару-жарақты бақылау мәселелері, экономикалық мәселелер де талқыланды. Сессияға қатысушылардың пікірінше, бүгінде әлем күрделі халықаралық турбуленттілік кезеңіне аяқ басты. Осындай жағдайда ұжымдық қауіпсіздіктің жаңа түрі, Еуразиялық контурын қалыптастыру мәселесіне баса назар аударылады деп атап өтті форумға қатысушылар. Форум Ресей сыртқы істер министрлігі басшысының қатысуымен жаһандық мәселелерді талқылауға арналған беделді халықаралық алаң мәртебесіне ие. Венесуэла БРИКСке қосылу алдында тұр. Бұл туралы республиканың вице-президенті Дельси Родригес Каракаста өткен халықаралық экономикалық семинарда сөйлеген сөзінде айтты. Родригес әлемдегі ең үлкен энергия қоры Венесуэлада екенін атап өтті. Елдің БРИКСке кіруі геосаяси көріністі өзгертіп, әлемдік тәртіпті нығайтуы мүмкін. Иран мен Ресей Африкаға азық-түлік жеткізеді. Иран мен Ресей Африкадағы азық-түлік мәселесін шешеді. Мәскеу мен Тегеран Африка мен Парсы шығанағы елдеріне астық пен ет жеткізу үшін азық-түлік саудасын транзитін жеңілдететін келісім шартқа қол қойды.